Көрмей жатып лайк басатындарга души рахмет. Келесі видеода сенің комментарияң шығып қалуы мүмкін. Сондықтан осы видеоның астына керемет комментарияңды жазып кет. Сенің жынды роднойың. Ой, 23 миллионға спорласасың ба? Жоқ, Болды көтің қысса, айтып тұрмын, Майкл Джексон тірі деп тұрмын. Көрдің ба өлген? Жоқ. Болды көтің қысса 23 миллионға спорласасың ба? Қытайлар деген ит, мысық, жыбырлаған бәр нәрсесін жейді екен ғой. Ит демекші, былтыр білесің ба, Бақа мен Нұржанға иттің етін қорып беріп айтпайшы. Білә, сол кезде. Мал ол кезде менде болдым ғой. Сен де жеп едің ғой, Тағы бір темекі берші, теппей қыл. Теппесе насып атсайшы. Асылай атып тұрмын ғой, сол тағы бір берші. Малсың ба, бірдеңесің сен, Орындықты лақтыр жерім ғой бетіне қарап. Столын астынан сырғанап өтіп, артыма өйтіп қарап қойсам Джекижан тұр ғой. Ой, білә, сен нормально әңгіме айтамын десең. Аттан көшеден дерзкий гелик көрем да, суретке түсіріп алып, колесоға салып жіберемін да, астына Бақан номерін жазып қоямын ғой, 3 миллион теңге деп ше. Бақаға секунд сайын звонок келіп жатыр ғой. Сенің вообще оқымайтын класстастар. Манас жет атамды білесің ба? Апай, мен 4 ақ атамды білем, сонда жетесізбін ба? Жоқ, сен 4-есізсің а? Есіңіз апай, туалетке алып келсем бола ма? Кішкене соны мәдениетті қылып айтсам болады ғой. Мәдениетті деп. Ғафу етіңіз, Диана Серікбаева. Әжетханаға шығып келсек, рұқсат па екен? Не деп? Ремонтқа ақша бердің ба сен? Бердім апай. Қалтамда 570 теңге бар тұғым, соңғы тиыным бердім апай. Бердің ба? Бердім кәдімгі. Манас сабақ айт. Ежелгі адамдар андай ол кезде үтік деген мүлдем болмаған, андай шаштары өсіп, алба жұлба болып жүре берген, тырнақтары өсіп кеткен, сосын олар вообще сөйлей алмайтын болған. 95 деп айтшы, 95 деп. Ой, не алды? Экран сүріп берейін да. Нормально. Экран... Ару өтқаншы майда тейін жоқ? Жоқ. Қатта, мұны жу деп те айтпадым ғой мен жаңа. Қапшаш. Майда тейін... Күшті. Ненен бар емен емеш машама шығып. Фанто. Братан, что там? Айнадай болды ма? Нормально, бірақ әнім ренжімеш, майда тейін болмай тұр екен ше, менде картада екен да, просто бәрі. Су шашатқан есін, жынды ма? Майда тейін болмай тұр деймін, просто кім әнім. Нау, нау. Бүкіл кірсімді. Нау, жындыге. Әнім болмай тұр деймін, просто айтпесе берем ғой мен. Сенің орысшасы өте нашар, роднойың. Привет, как дела деймін ғой? Сонымен? Норм, ты как, чё делаш деп жазып жерген ғой? Не істедің? Не айтамын білмей, я спала деп ұйықтап қаласың. Машинаны қанша қалдың? Здравствуйте, не знаете, где магазин находится? Вот улица и чуть оңға и на... Брат, чуть подальше есть вот. Прямо иди. Все. Малсың өзім айтайын деп отырмын ғой? Мына жерде не деп тұр? Еляман идет, подождем вечером. Типа, Еляманда идет деп тұр ғой, короче. Нашар адам деген сияқты келтірген ғой. Все, поняла. Поняласы несі? Понял деп айтады ол деген. Қызы ол поняла дейді. Мен қызбен сөйлесіп жатқан жоқпын ба? Да, поняла, все. Поняла? Ой, үйретпей ақ қойшы қыздарға, білемін мен. Мен қызымды ренжітіп алдым, не істесем болады досым? Родной, бит жазыршы. Если ты меня не любишь, то я тоже нет деш, алдыңа тізерлеп келеді ғой. Серьезно ма? Еркекші бар. Сіп серьезно? Серьезно, мен кәдім тексеріп. Егер мен Қазақстан футбол құрамасының тренері болсам. Тренер, біздікілер шабуыл жасап жатыр қалсай. Көріп тұрмын, енді қазір гол салса, нормально болады. Салмасын ей. Құдай сақтасын. Әйтпесе ставка шықпай қалады яқта. Гол! Талба бізге салды. Қараш, алаңда 22 ойыншы бар. Соның сука 21 біздің воротаға қауіп төгіп жатыр. Ойнасаңа ше. Ал, бізде басқа вратар еді ғой? Біздікілер 2 гол сайын ауысып тұра береді. Толба ұйықпай, ебать. Тренер, неге біздікілерге пышақ беріп қойдыңыз? Еврейлерге қарсы ойнап отырып па, бәрі бекер емес бәрі. Тренер деймін да, осы Қазақстан әлем чемпионы болса не істейсіз? Ұйқымнан оянам. Тренер, біздің ойыншыларға бірден айтпайсыз ба? Айтап. Исламхан! Қарсымды қаша қайтарасың?